Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім. Бүгін мен сацебили немесе кейбір жерде чертополох деп айтылады. Мінекей осындай керемет түсі де дәмі өте дәмді болып шығады. Бүгін сацебили жабатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдын ала керекті заттарымның бәрін жуып тазалап аламын. Мінекей осындай керемет түсі қып-қызыл әдемі болып шығады. Қызанағымды жуып тазалап ортасынан екіге бөлемін. Кішкентайларын, үлкендерін үшке бөлсеңіздер де болады. Бүгін мен сіздерге бір лайфхак көрсеткім келіп отыр. Терканың көмегімен осылай қызанақты екіге бөліп, орташа жағымен осылай өткізсеңіздер болады. Егерде ет тартқыштарыңыз болмаған жағдайда осы терканың көмегімен қызанақты майдалап өткізсеңіздер болады. Мінекей қабығын алып тастайсыздар. Міне қызанақтарымның бәрін мен осылай істеп алдым. Енді қызыл болгар бұрышын алдым. 1 килодан сәл асатын. 3 ашты бұрыш, сарымсағымды алдым. Осылардың бәрін блендердің көмегімен өткізетін боламын. Мінекей мен қызанақтарымын ет тартқыштан кем емес осылай өткіздім. Теркадан. Енді қызыл болгар бұрышын осылай майдалап турап аламын. Блендерге салып, болгар бұрыштарымды ұсақтап аламын. Мінекей блендердің көмегімен ұсақтап алдым. Ұсақтап алған қызыл болгар бұрышын қызанағымның үстіне саламын. Енді сарымсағымды, ашты бұрышымды блендерге саламын және қалған болгар бұрыштарында салып, бәрін блендердің көмегімен ұсақтап аламын. Міне ұсақтап алдым сарымсақтарымды. Бұны да қызанағымның үстіне саламын. Ашты бұрыш пен болгар бұрышын. Барлығын қызанақтың үстіне салып, жақсылап араластырамын. Біркелкі болғанша жақсылап араластырам. Енді осының үстіне тұз саламын. Үш ас қасық толтырып тұз салдым. Енді тұзы ерігенше жақсылап араластырамын. Тұзы ерігеннен кейін дәмін көремін. Егердем кем болып жатса, өздеріңіздің қалауларыңызға қарай тұз салсаңыздар болады.
Маған тұзы кем болды, тағы да тұз салдым. Енді осы тұз ерігенше тағы да жақсылап араластырамын. Көбігі шықты, оны жайлап алып тастасаңыздар болады, болмаса араластырған сайын ол өзі кететін болады. Енді тұзы ерігеннен кейін аспирин саламын. Менде 5 литр қызанақ болды. 5 кило. Осы қызанағыма 10-15 дана аспирин саламын. Аспиринді салып болғаннан кейін жақсылап тағы да аспирин ерігенше араластырамын. Енді бетін жауып 2-3 күнге қойып қоямын. 2-3 күн өткеннен кейін бетін ашып, тағы да бір жақсылап араластырамын. Арасында 2-3 күннің ішінде араластырып отырыңыздар. Егерден 2-3 күн күтпейм десеңіздер, бірден 5-6 сағатқа қойып, қайта-қайта араластырып, аспирин салғаннан кейін бірден баклажкаға құйсаңыздар болады. 5-6 сағат өткеннен кейін. Мен енді 2-3 күнге қойдым. Арасында араластырып отырдым. Енді алдын ала дайындаған баклажкаларыма осы сацебелиді құямын. Екі-үш күнге бетін жауып қойып қойсаңыздар, өте керемет болады. Мінекей мен баклажкалардың бәрін толтырып құйып алдым. Міне өте керемет, әдемі болып шықты. Егер менің видеом ұнаса, маған подписаться етіп, комментарий жазып, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Әлі алда тағы да жақсы рецепттер болады. Астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.